Қайырлы күн, құрметті талапкерлер. ұбт-ға дайындық контекст 4-ші бөлім жалғастырамыз. Жалпы бүгінгі тақырыпты айтып өтейін. Ендеше экранға зер салып қараймыз. Let's go, кеттік. Жалпы бүгінгі контексті бастамас бұрын, жігіттер қыздар, егер де видео пайдалы болып отса, онда бұл видеоға лайк басайық, каналға тіркелейік және менің басқа да әлеуметтік желілеріме лайк басып, сол жерге тіркеліп өтіңдер. Барлық пайдалы ақпараттарды осы барлық 4 әлеуметтік желіге тіркелген кезде алуға болады. Жақсы, кеттік. Бұл жерде не берген? Есептерде қырлары 2, 3 және 6 сантиметр болатын тік бұрышты параллелепипед берілген дейді. Кешіріңдер, метрмен екен, метр. 2 метр, 3 метр, 6 метр болатын тік бұрышты параллелепипед берілген. Жақсы, тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табу керек. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табу үшін біз ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. 2 көбейту 3 көбейту 6 дейміз. Сонда бізде 36 метр куб болады. Яғни жауабы А варианты деген сөз. Келесі, екінші есеп. Параллелепипедтің толық бетінің ауданын табу керек. Параллелепипедтің толық бетінің ауданын біз мына формуламен табамыз. 2 көбейту жақша ішінде АБ плюс АС плюс БС деп табуға болады. Яғни біз былай айтайық, А дегеніміз 2, Б дегеніміз 3, С дегеніміз 6 болсын. Осылай айта салуға болады. Ендеше 2 көбейтілген 3 қосу, 2 көбейту 6 қосу, 3 көбейту 6 деп жазайық. Енді есептейміз. 6 қосу 12 қосылған 18. Жақшаның ішінен 36 шығады, 2-ке көбейтеміз, 72. Демек 72 метр квадрат бұл С варианты болады. Келесі, үшінші есеп. Параллелепипедтің диагоналын тап дейді. Параллелепипедтің диагоналын табу үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз, кішкене ғана өзгереді. Мына жерде үшінші қабырғасы квадратталады. Яғни 2-нің квадраты плюс 3-тің квадраты плюс 6-ны квадраттап қосып, квадрат түбірге алу керекпіз. 2-нің квадраты 4, 3-тің квадраты 9, 6-ның квадраты 36. Осы сандарды қосайық, түбір асты 49 шығады. Ал бұл 7 деген санды береді. Жауабы С варианты болады. Келесі, 4-ші есеп. Параллелепипедке сырттай сызылған шар бетінің ауданын табу керек. Жалпы тік бұрышты параллелепипедтің суретін сызайын, онда біз бір нәрсені түсінеміз. Мынау тік бұрышты параллелепипедке сырттай шар сызылса, онда бұл шардың диаметрі, ол тік бұрышты параллелепипедтің диагоналына тең болады. Ал оның диагоналы 7 метр болған еді. Ал диаметр дегеніміз ол 2 радиусқа тең. Демек 2 радиус 7 болады, яғни радиус дегеніміз 7 бөлінген 2 болады. Енді шар бетінің ауданының формуласы ол 4 пи квадрат. Енді жазайық, 4 көбейту пи, ал 7 бөлінген 2 деген өрнекті квадраттасақ, мұнда 49 бөлінген 4 болады. Мұнда жазайық, 49 бөлінген 4. 4 пен 4 қысқарады, жауабы бізде 49 пи метр квадрат болады. Яғни С варианты екен. Келесі, соңғы 5-ші есеп. Параллелепипедке сырттай сызылған шар көлемін табыңыз дейді. Сырттай сызылған шардың көлемінің формуласы 3-тен 4 пи куб. 4 бөлінген 3 пи, R-ді білеміз. R дегеніміз ол 7 бөлінген 2. 7 бөлінген 2-ні кубтаймыз. Бөлек кубтап алайын. 7-нің кубы бұл 343-ке тең, 2-нің кубы 8-ге тең. Мұнда жазамыз 343 бөлінген 8. 4 пен 8-ді қысқартамыз, мұнда 2 болады. Алымдары бөлек көбейтіледі, бөлімдері бөлек көбейтіледі. Демек жауабы бұл жерде Б деген вариант болады. Осыны белгілеп, бұл контексті де аяқтаймыз. Сонымен 5 есепті шығарды, контекст аяқталды. Жігіттер қыздар, егер контекст видеосы ұнаса, барлық есептер түсінікті болса, келесі контекст талдауы ертең шығады, әр күн сайын шығып отырады. Бұл файлды Telegram парақшадан аласыңдар. Және де бірінші болып барлық материалды, барлық пайдалы ақпараттарды Telegram каналға жазылған жандар бірінші болып біледі. Сондықтан барша жандар ұбт-ға деген дайындықтарымды күшейткілерін келсе, және де
тегін ақпараттармен бөлісіп соларды сіңіріп отыру үшін біз телеграм парақшаға өтсек пайдалы болады. Келесі контекстті күтейік ендеше. Сау болыңыздар.